Бұйыл Ұлы Мұхтар Әуезовше айтқанда, миллион жол өлеңді жатқа білетін қазақ халық поэзиясының әйгілі тұлғасы, өлең сөздің дүлдүлі, жыршы, жырау Жамбыл Жабаевтың туғанына 175 жыл. Жыршы жыраудың туған жері Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының етегі. Жамбыл атамыздың өсіп өнген жерінде ән күй, ақындық, жыраулық өнер айрықша биікке көтерілген. Осындай өнер бесігінде тербеліп өскен Жамбылдың ақындық дарыны жас кезінен таныла бастаған. Ол бозбала шағының өзінде өскен ортасын ән мен жырға кенелтіп, тіптен көршілес қырғыз еліне де даңқы жайылып үлгерген. Осы кезде өрттей жалындап жұрт аузына іліккен жас Жамбыл Жетісудың дүлдүл ақыны Сүйінбайға жолығып батасын алады. 16-17 жасынан бастап айтысқа қатысқан жас ақын өзінің суырып салма өнері арқылы қазақ қоғамның өзекті мәселелерін қозғады. Халықтың мұң-мұқтажын сөз етті, заңсыздықты сипаттады, бостандық үшін күресуге шақырды. Жамбыл атамыздың әндерінде, оның домбырасының үнінде қазақ халқының шынайы дауысы естіледі. Жамбыл Жабаев шығармалары әлем халықтарының көптеген тілдеріне аударылып, КСРО-да, шетелдерде үлкен басылымдарда жарық көрді. 1938 жылы Қазақ КСР жоғары кеңесінің депутаты, КСРО жазушылар одағының мүшесі болған. 1941 жылдың көктемінде ақынға КСРО мемлекеттік сыйлығы берілді. Ленин, еңбек қызыл ту, құрмет белгісі ордендерімен марапатталған. Өлең жырларымен көптеген елге танылып, артына баға жетпес мұра қалдырып кеткен жыр алыбы Жамбыл атамыз 1945 жылы 22 маусымда 100 жасқа толуына бірнеше ай ғана қалғанда дүниеден озды. Қазақстанның көптеген қалаларында және ТМД елдерінде ақынның құрметіне көшелерге, мектептерге оның есімі беріліп, мүсіндері мен ескерткіштері орнатылды. Ұлы отан соғысы кезеңіндегі поэзияда Жамбыл Жабаев отанды қорғау және халықтар достығы тақырыбындағы шығармалары басты орын алады. Ленинградтық өренім өлеңі бүкіл әлемге таралды. Осы туындыларының көпшілігі патриоттық поэзияның нағыз жауһарлары болды. Ұрпағым іздеп келген бақытты жас, кімде-кім бірлік бұзса халыққа қас. Бірліктің берік туы тек ынтымақ, өсиетім тек сол үшін құшағыңдаш. Өсиетім шындықты адалды сүй, ардақтаған халықты адамды сүй, деп ақын өзінің әрбір өлеңінде халқын бірлікке, ынтымаққа шақырып отырған. Жамбыл атамыздың ақындық өнерінің биік шыңы айтыс өнері, адамдықтайды, ерліктайды, батырлықтайды, ел бірлігін сақтаған татулықтайды деп жырлады ақын. Бұл сөз уақыт өтіп, заман өзгерсе де мәнін жоймай, қайта асқақтап биіктей беретін жыр абызының сәулелі сөзі, бізге жеткен өсиеті. Бұл өсиет сөз бүгінде өз маңызын жоғалтқан жоқ, егемен еліміздің биік мұраттарының бірі болып отыр. 19 ғасырда дүниеге келген, 20 ғасырда ұлы ақын ретінде әлемге танылған Жамбыл атамыз 21 ғасырда да өз халқымен бірге жасай беретіні анық. Қазақ әдебиетінің алыбы Жамбыл Жабаевтың еңбектерімен және ұлы ақын жайында жазылған әдебиеттерімен кеңірек танысу үшін Құсмұрын ауылдық кітапханасы оқырмандарын күтеді.